Қазір батыс ақпараты шулап жазып жатыр. Твиттердегі бірінші әңгіме мына өзін өзі жарып жіберетін дрон бар ғой. Мына Жапонның камиказе деген сөзін алады оған. Камиказе дрондарыменен Украинаның құпия қызметі, яғни Украинаның арнайы құпия қызметі осы Путинді Мәскеудегі бір индустриалды паркті көзден кешіргелі барған жерінен жарып жібере жаздапты дейді. Сонымен қазір бүкіл дүние жүзінің ақпараты осы мәселені талқылап жатыр. Камиказе дроны. Ол камиказе жапондардың өзін өзі жарып жіберетінен шыққан сөз. Енді бұл дронда сол өз тіке бара дегенде жаңағы сол Путинмен бірге өлейін деп жарылатын дрон екен, камиказе дроны деген. Енді аман қапты дейді. Қазір ойбай Украинаның дрон технологиясы жаман екен деп Твиттерде мына орысқа бүйрегі бұрылатындар шулап жатыр. Мен айтам, бұл дрон Украин жерінен ұшты делінеді. Солай ақ болсын. Онда бұл не деген алысқа ұшқан дрон? Украин территориясынан Мәскеуге дейін ұшса, онда бұл дрон кәдімгідей мықты дрон. Бұл бір. Екіншісі, сол Украин жерінен ұшқан дронды Мәскеуге жеткенге дейін орыстың бірде-бір радары көрмегені, байқамағаны, орыстың бірде-бір сезгіш, бақылағыш аспаптары байқамағаны, ол Ресейдің әбден жаңағы күсеп, қаусап, бітіп тұрғандығының белгісі. Бейне Совет одағы құлайтын кезде Германияның жас жігіті Қызыл алаңға өзінің ұшағын қондырады. Анау Еуропалық одақтың жігіті мына Мәскеудегі Қызыл алаңға ұшағын қондырып, Совет одағын дүние жүзінің алдында масқара қылған. Бүкіл дүние жүзі медиасында. Сонда ол айтты, мен адасып кеттім, бұлт білмей қалдым. Сонда Германиядан ұшқаннан Совет территориясына кіреді. Ол Советтің ішінде ұшады. Ұшып отырып Мәскеуге келеді. Мәскеу сезбейді. Мәскеуде Қызыл алаңға келеді. Оны сезбейді ғой. Сонда орыстың әбден қаусап, күсеп, бітіп тұрған кезі, әбден жаңағы әміршілдік, номенклатуралық жүйе біріне бірі тапсырған, жаңағы итті жұмсайды, ит құйрығын былғайды болып, орыстардың шипасы бітіп тұрған кезді сол оқиға дәлелдеген сияқты, мына камиказе дроны Путинді жарып жібермек болған, бұл да қазіргі Ресейдің әбден сол Совет құсап бітіп тұрғанның белгісі. Әрине, бұл жердегі маңызды нәрсе ол Путинді өлтірмек болыпты, бірінші түйін. Екінші сәтсіз болыпты, екінші түйін. Үшіншісі, ол Путиннің анау индустриалды паркті Мәскеудегі бір өндіріс орталығын көруге, көзден кешіруге барғаны біледі. Бұл құпия ақпарат, осыны біледі. Демек, Ресейдің ішкі жағында Путин қайда барады, қайда тұрады білетін адам Украинаға хабар беріп отыр. Әдетте Путин баратын жеріне барып, көретінін көріп болғаннан кейін сол күні немесе ертес ақпарат шығады. Ешқашан Путин онлайн тікелей эфирде, телеарнада, не радиода тікелей эфирде бүгін Путин пәлен жерде деген ақпарат болмайды. Тіпті өткендегі анау Қырымды алғандығының бәлен жылдығын тойлаған жиналыстарда да сол кезде сахнаға шығып сөйлеген адам Путин емес, оның копиясы, немесе сол Путинге ұқсап бетін операция жасаған адам дейді. Міне, яғни Путиннің сыңары дейді. Путиннің сыңары. Қазақша айтқанда егізше деп қояқшы, егізше. Егізше деген сөзді орыстың двойник деген сөзін алайық. Сол Путиннің егізшесі дейді. Егіз емес, егізшесі. Міне, яғни аумай өзінен жасаған, қарағанда да сүзетін бұқа құсап бүйтіп қарайды, жүргенде де жаңағы екі жағынан талтаң бір қолды жаңағы кембінің жаңағы қаруды, бір жағында қару ұстап, мына бір қолды бүйтіп сілтеп бүйтіп жүреді ғой. Мына бір қол үнемі қаруда. Ондай емес. Путиннің бір иығы жараланған, ана қол дұрыстап жұмыс істемейді, оны сол ұстап алып жаңағы бір иықпен жүреді, сүзетін бұқа ұқсап. Қазақ, сүзе қарама деп бала күнімізде аталарымыз, апаларымыз тиятын ғой, бүйтіп сүзе қарап. Мына орыстың өз бүйтіп сүзе қарайды, Путин да сол өстіп сүзе қарап отырады. Бұл әдепсіздік, бұл этика сақтамау. Енді сол сүзеген бұқа сияқты Путиніңді өлтіре жаздапты. Өлгенге шақ қалыпты. Бұл деген сөз өте көп ақпарат. Жаңағы мен 2-3 мысал келтірін, енді бірі.
Кремльдің ішінде Путинді өлтіруге ниеттілер бар екені білініп тұр. Егер олар ниетті болмаса, бұл хабар қайдан кетеді? Және бұл жолғы Путин өзі, оның жаңағы егізшесі емес, өзі екен. Демек, бұл жерде көп әңгіме бар. Өте көп әңгіме бар. Бірақ осы хабарды қазір мен сіздерге хабарды мынаны аударып жіберейін. Міне Newsweek медиасы жазған. Did Ukraine target Vladimir Putin in drone attack? What we know, дейді. Бұл Newsweek'тің жазған хабар. Бұнда жаңағы Путинді Украин жаңағы дронмен атпақшы болды ма? Біз ол туралы біз не білеміз деген хабар. Апрельдің 27-ші күні, яғни бейсенбі күні кеше медиалардың жазуына қарағанда, Мәскеудің маңында бір дана ұшқышсыз ұшақ Путинді өлтірмекші болды делінеді. Бұл ұшақта 17 килограмм жарылғыш бар екен. Оңай зат емес, 17 килограмм жарылғыш. Ана дроныңызда, ұшқышсыз жаңағы ұшпа дроныңызда, енді мысал дрон деген ұшпа деп аудара салайықшы, бұдан кейін дрон деп жүрмей. Яғни бұл камиказе ұшпасы. Бұл камиказе ұшпасы 17 келе жарылғыш зат алып. Бұл енді қазір Украин мен Германияның медиасындағы бұл ақпарат қазір бүкіл дүние жүзін таңырқатып жатыр. Украинаның мемлекет қауіпсіздік мекемесінің басшысы Олексий Данилевтің айтуынша, Украин президенті Володимир Зеленский қазір Ресей армиясының және Ресей барлық барлау қызметінің қастандықпен өлтіретін нысанасын айналып қалған дейді. Ал енді кейбіреулер айтады, кейбіреулер Путинді өлтірмекші дейді. Бірақ бұл қазірше Мәскеу жағынан айтылған жоқ дейді. Міне, Мәскеу жағынан айтылған жоқ дейді. Ал бұл туралы осы ақпаратты таратқан Германияның медиасы. Айтпақшы Twitter'дегі War Monitor деген Twitter'ге кірсеңіздер, мен әлгінде осыдан бірнеше сағат бұрын Facebook пен YouTube'де жарияладым. War Monitor'да жазды. Breaking. Айтпақшы Twitter'дегі War Monitor деген Twitter'ге кірсеңіздер, мен әлгінде осыдан бірнеше сағат бұрын Facebook пен YouTube'де жарияладым. War Monitor'да жазды. Breaking. Ukrainian Security Service tried to kill Russia's president Vladimir Putin with a kamikaze drone on Sunday деп жазған. Осының барлығын біз енді бірнеше сағат бұрын беріп қойды. Бірақ Путин аман екен. Осы орыс күйрегенге дейін аман болсын. Басқа менің айтарым жоқ. Басқа ақпаратты жеткіземіз. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.